Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен Айгүл Мантай мен атты әңгімесін оқитын боламын. Ендеше видео басталмастан бұрын менің каналымды қолдап, видеоға лайк басып, тіркеліп, ойыңызды комментарийға бөлсек етіңіз. Ендеше біз бастаймыз. Қайыршы қыз қасыма келіп алақанын жайды. Соңғы 100 теңгемді оның алақанына салдым. Енді үйге жаяу қайтамын. Құлағыма скрипкадан шыққан мұңлы ән шалынды. Қайыршы қыз да скрипка дауысы шыққан жаққа мойнын созды. Жас жігіттің барлық ынтасы күй тартуға ауған. Адамдар скрипкашы жігітке тиын тебен бермеуді ұят санайтын секілді. Қалтамда көк тиын жоқ. Оны да, мені де өзіне тәуелді еткен картон қағаздан жасалған кішкентай жәшіктегі тиындарға жиіркене қарап тұрдым. Бет-аузы күйіп қалған, мұрнының жартысы жоқ, ерні жырық, кескініне адам қарауға қорқатын қайыршы қызды аяймын. Қыз көмектесіңдерші деп бір ауыз сөз айтпайды. Алақанын үнсіз жайып адамдарға жақындайды. Байғұс қыздың күйіп кеткен бетінен қорқа ма? Оған адамдар садақасын теріс қарап тұрып береді. Ол сізге ұнай ма? Қайыршы қыздың сыбырлай шыққан даусынан шошып кеттім. Сіз оны жақсы көресіз ғой? Мен оны көргенде дүние есігін ашқалы ақшаға тәуелді болып келе жатқан өзімді ойлаймын. Мені көргенде не ойлайсыз? Білмеймін, ештеңе. Өтірік айтасыз. Сіз скрипкашы жігітке сүйсініп қарайсыз. Ал маған сөйлей алмай булығып қалды. Ол талантты. Маған оның скрипкада ойнауы ұнайды. Неге қорқасыз? Тіленшіге ғашық болудан ұяласыз ба? Әлде қайыршыда сезім жоқ деп ойлайсыз ба? Ол да адам ғой. Я, адам. Сұлу жігіт. Әдемі және өте талантты. Қайыршы бола тұра ол да мені аяйды. Жылап жіберді. Жұбатпадым. Айтыңызшы, егер мен де талантты болсам, адамдар мені де жақсы көрер ме еді? Я, аузыма басқа сөз түспеді. Мен сені жек көрем. Сенің анау сұлу дуана жігітіңді де, маскүнем әкемді де, миғұла шешемді де, санасыз әпкемді де, бәріңді жек көрем. Бәріңді, естисің бе? Бәріңді жек көрем. Арбатта байғұс қызды сыртынан күзетіп, балмұздақ жеп отырған анасы мен әпкесі маған жек көріп қарап, кет деп жекірді. Скрипкашы жігіт тартып жатқан күйін кілт үзіп, бізге таңырқай қарай қалыпты. Скрипкашының скрипкасынан төгілген мұңлы әуен тас қаланы тастап, мәңгілік құшағына сіңіп кеткен. Арбаттағы етжеңді қайыршы әйел жымсық көздерін сығырайтып, миығынан жымиды. Жамау түскен көйлек киген бейшара әйелдің ұлы мақсаты бар. Менің шарасыз күйімді келеке еткенін жаратпадым. Ызаланып, садақамды екі қолы шынтағынан кесілген мұқтаждың мойнына ілген көк қорапқа тастадым. Тиынмен соғылған тиын сыңғыр еткенде орыс шал, сізді Құдай аясын, жан өлген, сенбейсіз бе? Деп қызарған мұрнын иығына сүрткіледі. Сол күні шарапты мас болғанша сімірдім. Қара әйел, жанның мұңын жеткізетін әуен енді ешқашан арбатта естілмейді деп күрсінді. Сіз шынымен білмейсіз бе? Ол Италияда өтетін скрипкашылардың халықаралық байқауына кеткен дедім. Дауысымның соншалықты сенімді шыққанына таң қалдым. Байқауы несі? Ақылыңнан алжасқан шығарсың. Байғұс, өлген адамға байқау не керек? Деп қара әйел бетіме мүсіркей қарады. Қиялмен өмір сүру қас қағым сәт көрген түстей болса да, ғарышқа ұша алатын қанат бітіреді.
қиялдағы ертегі әлем ғана ғажайып өмірдің қақпасын ашады. Егер тірі жүргенім түс болмаса, құр сүлдіремді де бір күннен екінші күнге сүйреп жүрген екінші өмірім, санадан тыс қиялдағы тіршілігім. Жүрегім қайыршы скрипкашы тартатын мұңлы әуенді іздегеннен бастап, ақынның образын жасап алған шайырдың шимай шатпағын оқымайтын болғам. Мен ішкі даусын өзі ғана естіп, қорқынышты ойдан селк етті. Скрипкашының жоқтығы жанына қатты батты ма? Қайыршы қыз нан сұрап жейтін мекенін өзгерткен. Ал мен жұмыс уақыты бітер-бітпес скрипкашымен кездесетіндей асығып Арбатқа жүгірем. Соңғы уақытта жол асты көпірінің кіреберісінде қызылды-жасылды киінген орыс жастары скрипка тартып өткен-кеткеннің назарын аудара бастады. Сұлу бойжеткен мен жанарында ой жоқ жігіттің алдындағы картон қағаздан жасалған жәшікке ұсақ тиын тастап, скрипкашы тартқан аспаптан тек қана әсерлі әуен естілетін дедім. Олар үн қатпастан ай сонатасын ойнады. Бетховен өзі жазған музыкаларды жүрегімен естіген, көзі көргенмен керең, құлағы естігенмен соқыр қоғам дарындылардың үнін жүрекпен ести алмайды. Скрипканы шебер тарта алмау ұят емес. Өнерге сатқындық жасау мен дарынсыздығыңды өлермендікпен бүркемелеу жиіркенішті, дедім. Қазанбас қабағын түйіп, сен кімсің? Музыкантсың ба, әлде өнертанушысың ба? Сенің мылжың сөзіңді тыңдауға уақытымыз жоқ. Жолыңнан қалмағаның дұрыс, сұлуым, деп кекете күлді. Құлағым естігенмен, көзі көргенмен, нота жаттауды білгенмен, ешқашан музыканы жүрегімен сезінбейтін оны мендігім мүсіркеген. Күн бесінге ауғанда оны іздеп тағы да Арбатқа қарай қадам бастым. Бұл жолы жалғыз емеспін. Қасымда Қарашаш бар. Қарашаш, мен қуанышымды ұрлатып алсам да шын жылай алмаймын. Себебі қуаныштың астарында мұң жасырынып жататынын білесің. Сенің шынайылығыңнан қорқам, деді ол. Субұрқақты тамашалап тұрған ұзын бойлы ат жақты ақ құба жігіт, көз қарасыңыз қызық екен, деп күлімсіреп қасымызға келді. Жігіттің құлағына көзім түскенде бойымды үрей биледі. Жігіттің екі құлағы да жоқ екен. Ол тіпті кемшілігін шашымен де жасырмапты. Бейтаныс жігіт бетіме күлімсірей қарап, сіз әлдебіреуді іздеп мұңаясыз, деді. Бейтаныстың жанары сондай мұңлы еді. Оның мұңын бетперде киген мен сезбегем. Сіздің суретіңізді салғым келеді. Сұлулыққа оранып дараланған скрипкашыны іздегенмен оның сөзін құлағына ілмедім. Құрбыңыз Қарашаш екеуіңізді балетке шақырсам келер ме едіңіз, деп бетіме сұраулы жүзбен қарады. Балетті ешқашан өнер деп санаған емеспін. Суретшінің қасында менің балет өнері туралы түсінігі тым қарабайыр. Өнер туралы пайымы өзін мәдениетті етіп көрсету үшін опера және балет театрының есігін ашатын шен шекпегенділермен деңгейлес еді. Соңғы ақшасында балетке жұмсайтын ол суретшімен театрға баруды намыс көрген. Бір жеті өткен соң суретшімен опера және балет театрының алдында кездесіп қалдым. Осы маңда бір шаруам бар еді, деп езу тартқан ол, оны көзіммен шығарып салып, ұйқыдағы аруға 2 билет сатып алдым. Сенбі күні театр алдында Қарашашты күтіп тұрғанымда, қыпша бел бойжеткеннің нәзік қолын аялай ұстаған суретші басын изеп қасымнан үнсіз өте шықты.
Қарашаш. Ұйқыдағы арумен бірге суретшінің құрбысы да ұйықтап жатыр деп бүйірімнен түртті. Суретшінің иығына басын сүйеп, пісте мұрны пысылдап, әдемі бикеш тәтті ұйқыға батыпты. Мен екі құлағы жоқ суретшіні өзінен әлдеқайда сұлу қыздан қызғанып қалған. Ұйқыдағы арумен бірге ұйықтаған бойжеткеннің әдемі пісте мұрнына бекзат өнер балеттің ғана емес, сурет өнерінің де иісі бар майтынын бағымдаған. Екі құлағы жоқ суретшімен ұйқы періштесінің театрға келгеніне таңым бар дедім. Оның екі құлағы жоқ па деп таңғалды Қарашаш. Қарашаш бетінің жартысын жауып тұратын үлкен көзілдірігін түзеп суретшіге тесіле қарады. Шынымен екі құлағы да жоқ. Ол сөз жоқ, өте талантты. Қарашаштың танымында шын дарын иесі қасірет шегуі тиіс. Ол саған ұнай ма дедім. Онда келесі жолы суретшінің театрға шақырған ұсынысын қабыл алайық. Сүйген қызы бар емес пе? Тек сен ғашық екен деп ойлап қалма. Дарынды қылқалам шеберінің шеберханасындағы картинкаларды көргім келеді деп өзіне тән ұяңдықпен жымиды. Ұйқыдағы ару екеуінің арасында ешқандай да сезім жоқ дедім мен. Спектакль аяқталғанша Қарашаш суретші жаққа жиі көз тастап мазасызданып кетті. Бір ай өтті. Опера және балет театрында жылдар бойы жүрсе де көруге сәті түспеген Аққулар көліне таныс салып екі билет алдық. Ложада суретші бізбен қатар отырды. Ол тіпті Қарашаш екеумізбен бас изесіп амандаспады. Шашын иығына дейін өсіріпті. Суретшімен иық тіресе отырған кәрі қыз еркелеп суретшінің сирек шашын иіскеп қояды. Ол жоқ құлақтарын ғана жасырмапты, шынайы болмысынан да алыстапты дедім. Қарашаш сөзімді естімегендей сахна шымылдығынан көз алмай жанарын бір нүктеге қадап отыра берді. Қарашаш жексенбі күні маған ермей үйде қалды. Несіне барам деді. Кімді іздеп барам? Оны шынымен сүйсең, оның скрипкасынан төгілген әуенді үйде отырып та, ауылда жүріп те ести аласың. Ол әлдеқашан аруаққа айналған. Оны бүгін өзі бір тілім нан сұрап жеген субұрқақтың қасына жерлеп кел. Әйтпесе өз мендігіңнің құрбанына айналасың, деді зілді үнмен. Скрипкашыны ұмыта алмай жүрсем, ол менің мендігімді жерлеп кеткен. Ол қайыршы неме, аш қарнын тойдырудан басқа ештеңе ойлаған жоқ. Ол мені қиялында сүйді. Сіркесі су көтермей отырған Қарашашпен сөз таластырғым келмей, өзіме таныс жолды бетке алдым. Қара әйел мен орыс шалын алаламай екеуіне де садақа тастадым. Құдай кешірсін, ораза ұстап жүріп, көңілі жарым кемпірдің талай жылдан бері сақтаған жүзім шарабынан бір стакан іштім, деді әйел. Құдай кешірсін, жанға күн сайын садақа беретінімді қызғанушы едім. Құдай тілеуіңді берсін. Сол қайыр садақаңды күн сайын маған беріп тұршы. Бұл пақырға жаның ашымай-ақ қойсын. Оны орыстары жарылқап жатыр. Домбыраны сабалап, қазақтың әнін бұзып айтпаңыз. Әйтпесе алақаныңызды жай ғана жайып отырыңыз. Жүзі сұрланған әйел. Пәтшағар, садақаңды сұлу қайыршы жігітті аяп емес, ғашық болып бергеніңді білеміз ғой, деп ызалы мырс етті. Шешеңдей адамға ақыл үйретпей аулақ жүр, тәрбиесіз. Көзімнен жас ыршып кетті. Бақытсыз сорлы ұйықтап жатып оянбай қалса не шара деп күрсінді әйел.
сеніңіз, сіз онымен арғы дүниеде кездесесіз, деді орыс шал. Сорлы, о дүниенің барын көріп-біліп келгендей сөйлейсің ғой, одан да осы дүниеде бақытты бол деп тілесеңші, деп оған дүрсе қойды. Қара әйел, ораза ұстасаңыз, онда неге о дүниенің барына сенбейсіз деп сұрауға оқталдым да олардың сөзін ары қарай естігім келмей теріс бұрылдым. Мендігімнің мәңгілік дүниенің емес, жалған өмірдің бақыты үшін күресіп жүргенін сезініп жылағым келді. Осымен біздің бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Видеоны соңына дейін тыңдаған болсаңыз, сізге алғысымды айтамын. Осы видеодан алған өзіңізге ұнаған тұсын видеоның астындағы комментарийға жаза кетіңіз. Мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойыңызды жазыңыз. Алда қандай әңгімелерді тыңдағыңыз келеді, соны да жаза кетіңіз. Алдағы уақытта қызықты әңгімелер мен оқу керек кітаптардың аудио нұсқаларын шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Баршаларыңызға рахмет.